Мына заңдылық жаңа іблістің мен сенің адал құлдарыңнан басқаның бәрін ақылынан адастырамын, жолдан адастырамын деген сөзді ол айтып бір жаңалық ашып жатқан сияқты болды ғой енді. Алла Тағала айтады, бұл жаңалық емес дейді бұл. Қола фәл хаққу. Бұл менің үкімімдегі заңдылық дейді, хақ дейді бұл. Хақ деп өзі осылай аталады дейді. Қараңыздар. Кім адалдыққа тұрып береді маған, кім қиянат жасайды, саған ереді, басқа нәрселерге сенеді, басқа нәрселерді дәріптейді, өзі білсін. Бұл осы қаланған Алла Тағаланың заңдылығы. Жалған мен ақиқаттың арасындағы күрес. Қиямет күні дейін болады. Жалған мен ақиқаттың арасындағы күрес. Қараңыздар. Пайғамбарлар мен іблістің арасындағы күрес. Міне. Қола фәл хаққу. Ақиқат осы дейді. Бір мағынасында жаңағы ақиқат менен. Әл хаққу. Мен таңдаған жол сондай дейді өз асыл заңдылығы. Сосын айтады Алла Тағала, «Уәл хаққа ақулу». Мен ақиқатты ғана айтамын дейді. Сөйтіп, осы істің барлығы немен аяқталады қияметте? Сол ақиқатты ашады қазір Алла Тағала. Менен шыққан ақиқат мұндай дейді. «Ла әмлә әнна». Әлбетте толтырамын. Жаханнама, жаханнамда. Минка. Сенімен, ей ібліс. وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Сондай-ақ осы адамзат, адамның ұрпақтарынан кім саған ерсе, сол ергендердің түгелімен толтырамын дейді. Ақиқат осындай нәрсе, құрметті жамағат. Худ сүресінде де Алла Тағала айтады, мысалы, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. Егер де Раббың қаласа еді, لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Адамдарды бір-ақ үмбет қыла салар еді дейді. Түсіндіңіздер ме? Бірақ үмбет, яғни мәжбүрлеп, түгелін мәжбүрлі түрде иман келтіретін деп қоя салар еді дейді Алла Тағала. Мәжбүрлі түрде. Нәпсі жоқ. Барлығы жаңа періштелер сияқты. Бірақ оны қаламадым дейді мен. Мен нәпсі бердім дейді оған. Ақыл бердім дейді. Адалдығын қойып берсін Раббысына деп жердің бетінде. Барлығы шындықтың негізінде болсын деп отыр да. Қаласам бүкіл адамды бір үмбет қыла салар едім дейді мен баяғыда. Бірақ мен басқаша қалағандықтан дейді Алла Тағала. «Вәлә язалуна мухталифин». Олар әр заманда қайшылыққа түсіп, ақиқат пен жалғанның иелері қайшылықта болады дейді өмір бойы. Міне, осындай нәрсе тоқтамайды дейді. Сосын бұл қайшылықтан кім құтылады деген кезде, «Илля мен рахима раббука». Кімді Раббың рахымына бөлесе, сол ғана қайшылыққа түспейді дейді мен. Раббыңнан ба? Болды онда. Оқу керек екен ғой намазды. Рамазанда ораза болды. Рамазанда ораза ұстаймын. Раббым айтса болды. Рахымыма бөленген адамдар ғана қайшылыққа түспейді дейді мен. Осы мақсат үшін жараттым дейді. Вализалика халақахум. Осы мақсат үшін жаратылған дейді адамзат. Осы имтиханнан өту үшін. Аллаға деген адалдықты ұстап бере ала ма, әлде шайтанның артынан кете ма деген нәрсе.